Ол өзінің жас келбетін пайдаланып, өзін студент ретінде көрсете отырып, ауқатты балаларға арналған жеке мектепке кіреді. Бірақ ол тым сымбатты болғандықтан, қыздардың көпшілігі оған бірден ғашық болады. Ал бұл мектепте оқушылар оны тыңдамайды. Мұғалімдерге мүлде. Олар барлық уақыттарын әлеуметтік желілерде өткізеді және сабаққа қатысудан басқа кез келген нәрсемен айналысады. Тіпті оған сүрініп, сүтін төгіп тастағанға дейін, оның киімдері оны тітіркендіреді. Өйткені, шынын айтқанда, ол елдегі ең жақсы құпия агенттердің бірі. Мектепте жасырылған алтын құймалар туралы істі зерттеңіз. Осының бәрінің ортасында Осуа есімді қыз оны көріп, есеңгіреп қалады. Өйткені ол оны таниды және оның құлағын қатты тартқаны сонша, ол бұл мектепте не істеп жүргенін сұрағанда қатты ауырады. Ол ересек адам, бірақ ол мұны тез арада жоққа шығарады және студенттің маскасын қайта киеді. Бұл оған әлі де ұнамайды. Содан кейін ол оны сыныпқа кіргізеді. Онда барлық қыздар оның сыртқы келбеті үшін қатты айқайлап, олардың мақсаты оны сүю деп сыбырлайды. Ол үнемі қорқытудан зардап шегетін бала Донның қасында отырады. Ал Дон маусым айы тағы бір бұзақы болмайды деп үміттенеді. Әсіресе оның әпкесі де осы сыныпта оқитындықтан. Және мәтіндік хабарлама арқылы ол оны осында екеніне сене алмайтын шатырға шақырады. Өзін студент ретінде көрсетіп, ашуланып айқайлайды. Егер ол оны достарының алдында ұятқа қалдырмауға уәде берсе және бұл жерден тезірек кетіп қалса, оған тапсырманы орындауға көмектесемін. Бірақ ол мектеп өміріне үйренбегендіктен сабақта ұйықтап қалады. Ал Осуа оған қолын тигізгенде, ол тәжірибелі арнайы агент сияқты әрекет етіп, өзінің жеке басын дерлік ашады. Сондықтан ол оның басынан ұрады. Содан кейін оған екі студент келіп, оған махаббат туралы хабарламалар жіберу үшін оның әлеуметтік желілері қайда екенін сұрайды. Бірақ ол мұның ешқайсысын түсінбегендіктен, ол тақырыпты өзгертеді және олар оған күле бастайды. Кейінірек ол мектепті аралап жүріп, кіруге болмайды деген жазуы бар жұмбақ ғимаратты тауып алады. Бұл оның ішінде маңызды нәрсенің жасырылғанын білдіреді. Ол ішке кіруге тырысқанда, Донға түскі асқа ақша талап етіп жатқан бұзақыларды көреді. Ал Джоан мұны істеу керек пе, жоқ па, соны білмей араша түседі. Бірақ кездейсоқ кейбір құралдарды тастап шу шығарады. Ал бұзақылар мұны естіп, оларға жеңіл тағамдар сатып алуды бұйырады. Оларды мазалағандарыңызға рахмет. Ал маусым оларға сабақ беруге дайын болып, ашулана бастайды. Бірақ ол қожайынының шыдамдылық сұраған сөздерін есіне алады. Сондықтан ол өзін күлдіреді және олардың бұйрығын қабылдайды. Бірақ олар бәрібір оны тепкілейді. Ренжіген ол Доннан шәкірттерінің мұндай құбыжық болуы мүмкін екенін сұрайды. Ал Дон оны жылдар бойы қорлағанын түсіндіреді. Сондықтан Джун оны үндемей отыра берсе, олар ешқашан тоқтамайтынын айтып, оларға қарсы тұруға шақырады. Бірақ Джунның өзі үйрене алмайды. Өйткені бұзақылар оны жалғыз қалдырмайды және оған бірінші тапсырмасын береді. Бұл оны мобильді ойындағы кейіпкердің деңгейін көтеруге мәжбүр етеді. Және ол ойынның қалай жұмыс істейтінін білмегендіктен, ол командаластарынан көмек сұрайды. Бірақ олар бас тартады. Бұл оның өміріндегі ең жақсы уақытты ең ауыр азапқа ұшыратады. Өйткені ол сабақтарды жек көреді. Оның сыныптастары өзін психопат сияқты ұстайды. Тіпті әпкесі де оны мазақ етеді. Кейінірек Ашуа Донның сабақтан жоғалып кеткенін байқайды. Ал бұзақы Дон қатты ауырғандықтан ерте кетті деп өтірік айтады. Бірақ Джун бұған сенбейді. Кенеттен ол қоқыс жәшігінен біртүрлі дыбыстарды естіп, Донды қорғансыз кішкентай жануар сияқты ішке итеріп жібергенін көреді. Бұл оның жүрегін жаралайды. Ал Дон оның жетім болғандықтан және тек әжесімен бірге тұратындықтан, бұзақылар оны өз пайдасына пайдаланып жатқанын түсіндіреді. Дәл осы сәтте Осуа келіп, Донның соншалықты лас екенін көріп, не болғанын сұрайды. Ал Дон тез арада сылтау ойлап тауып, қашып кетеді. Бұл Осуаны өзінің кінәсіз екеніне ант берген Джунмен төбелескенін болжауға мәжбүр етеді. Бірақ ол әлі де оны кеңсесіне сүйреп апарады. Ал бұзақы не болып жатқанын жасырын бақылап отыр. Кеңседе Осуа оның көзіне қарап, өзіне таныс нәрсені сезеді. Оны әрқашан қорғаушы періштедей қорғаған балалық махаббатын еске алады. Ал Джун ұялып, оны жазаламау үшін басқа жаққа қарайды. Бірақ ол тайып құлап, еденге құлап түсті. Арқасын ауыр соқты. Ол кешірім сұрады. Бірақ оқиға Джун түнде жұмбақ ғимаратқа жасырын кіріп, ішіндегі Ашуаны көргенде шошып кеткенде жалғасады және ол оған мылтық сілтеп, оны үлгермей қашып кетуге мәжбүрлейді. Оның бетіне қара. Кейінірек Дон бір кездері қараусыз қалған ғимаратта тым ынталы балерина тұрып жатыр және оны басқа қыздар қорлап жатыр деген қауесетпен бөлісті. Бір күні оны көлік қағып кетті. Ал бұзақылар оның денесін ғимараттың еденінің астына тығып қойды. Содан бері адамдар оның елесі ол қайтыс болған кезде әр түнде сол жерде кезіп жүргенін айтады. Бірақ бұзақы олардың сөзін бөліп, Донның тамағын түкіріп зорлап жатыр. Студенттер оны жазып жатқанда, ол оны жеу керек. Дон оны жегелі жатқанда, Джун оған жемеңдер деп айқайлайды. Ал мойынсұнбауға дағдыланбаған бұзақы Донның науасын жерге лақтырып жібереді де, кенеттен карате соққысымен жауап беруден басқа амалы жоқ, Джунды ұруға тырысады. Бұл бәрін есеңгіретеді. Бұзақы одан бетер ашуланып, шабуылын жалғастыра береді. Ал Джун ақыры бұзақыны өзінің ең осал тұсына тигізгенше жалтарып кетеді. Бұл оған әбден лайық. Бұл оның ауырып, айқайлауына себеп болады. Бірақ қорланған бұзақы әлі де шабуылдың соңғы әрекетін жасайды. Дәл осы сәтте Осуа келіп, төбелесті тоқтатып, Джунды жауап алу үшін кабинетіне сүйреп апарады. Бірақ содан кейін мұғалім бұзақыны жазадан құтқару үшін бөлмеге кіріп кетеді. Ал Джун бүкіл мектепті басқаратын үлкен жағымпаздықты түсінеді. Сол кезде оның әпкесі оның конгрессменнің ұлы екенін және барлық оқушыларды үрейлендіретінін айтады. Ал төбелестің видеосы желіге жүктеліп, бірнеше секунд ішінде таралып, барлық жерде вирусқа айналғанда мәселе күрделене түседі. Оның командасының жетекшісі тағы бір қателік жіберсе, миссиясын тоқтатамын деп қорқытады. Осыған байланысты Джун мен оның досы елестер туралы қауесеттер пайда болған жұмбақ ғимаратқа кіріп, нағыз адам қаңқасын табады. Сонымен қатар біз директордың оларға тыңшылық жасап жатқанын көреміз, өйткені ол да қазына іздеп жүр. Содан кейін Джун досына олардың тапқандары туралы жасырын сыбырлайды. Сол кезде Осуа кенеттен оның құлағын қайтадан тартып,
оны барлығының көзінше қорлады, және ол оған дөрекі болса да, ол жасырын түрде ләззат алады. Өйткені оның қатал көзқарасы оның бүкіл денесі мен жанын отқа орандырады, және олардың қарым-қатынасы бірте-бірте тұрақты даулардан бұзақыға қарсы команда болуға ауысады, және олар оның Донды бірнеше рет қорлағаны туралы жасырын түрде хабарлайды. Бұзақы ең жақсы адвокаттарды жалдайды, бірақ Джун мотоциклмен тез келеді. Сондықтан бәрі шошып кетеді, және ол мұны істей алатын куәгер да келеді. Бұзақы шынымен де зорлаушы деп мәлімдейді. Бұл бұзақының маусымды ұрып соғуына әкеледі, бірақ Джун оны ұрып соғып, оның күштірек екенін көрсетеді. Бұл бұзақыны жасайды. Ақырында сені қуып жібереді. Содан кейін Ашуа маусымның жарасын дәрі-дәрмекпен мұқият емдейді. Екеуі де жеңістеріне ерекше қуанады. Ол оған көмектескені үшін алғысын білдіреді, және оның ерніне құмарлықпен қарауды тоқтата алмайды. Қатты қызарып кетеді. Джоан шашындағы жапырақты ақырын алып тастайды. Бұл оның барлық сезімдеріне қатты батып кеткені сонша, ол мектеп ережелері оқушылармен кез келген романтикалық қарым-қатынасқа тыйым салатынын есіне алып, кенеттен кетіп қалады. Бірақ оның жолдары Джоанмен қиылысқан сайын оның жүрегі одан сайын жанып тұрады. Кейінірек Джоан оның сағатында жасырын кілт бар екенін біледі, бірақ оның әпкесі сөзін бөліп, оған қажет сағаттың студенттік кеңестің бөлмесінде екенін түсіндіреді. Ол кіре алмайды, өйткені оның беделі жеткіліксіз. Ал бізге қойылатын талаптар: үлгерімі бойынша үздік 10 студенттің қатарында болу, және 100-ден астам студенттік қол жинау. Бірақ ол тек 3 қол жинай алады, ал оның бағалары бұл апат, өйткені емтиханға небәрі 7 күн қалды. Оның командасы оған тоқтаусыз жаттығуды бұйырады, және бұл үшін олар маусым айына жазылғандардың барлығына тегін бутербродтар ұсынатын акция ұйымдастырды. Бұл студенттерді жүгіруге мәжбүр етеді. Қуана қол қою үшін, және одан да көп қолдау алу үшін олар Джунды сахнаға күшпен шығарып, оны барлық қыздарды есінен адастыратын жігерлі тик-ток билерін билеуге мәжбүр етеді. Жоспар жұмыс істеп тұрса да, ол көптеген қолтаңбаларға ие болса да, жағдай қауіпті болып қалады. Өйткені бәрі оған әуестеніп, оны шексіз жазып алады. Сондықтан ол мүмкіндігінше тез қашып, жүздеген қол жинағанын біледі. Бірақ директорға маусымның ықпалы ұнамайды. Біз Ленаның оның қызы екенін білеміз, және ол Ленаны таблетка қабылдауға мәжбүрлейді. Осылайша ол ең жақсы студент және ең танымал болады. Сол кезде Джун кенеттен Осваның кететінін біледі. Мен оның үйіне қонаққа барамын. Бұл үлкен мәселе, себебі ол мектеп есебінде көрсетілген мекен жайда тұрмайды. Сондықтан оның командасы төтенше жағдайлар жоспарын іске қосады, және оның бөлмесін 16 жасар жасөспірімнің үйіне ұқсату үшін бар болғаны 15 минут уақыт бар. Дүкендерден және тіпті көршілерінен тауарларды толық жылдамдықпен тартып алады. Ол есікті қаққанда команда шкафқа тығылады, ал маусым ашылады. Мен оны шығарып салу үшін есікті қобалжып тарс жауып тастаймын, бірақ мен оған кездейсоқ тамақ төгіп аламын. Бұл керісінше әсер етеді, өйткені ол қазір ішке кіріп дәретхананы пайдалануды талап етеді. Ол киімін ауыстырып жатқанда шиеленіс күшейіп, экипаж шкафта біреуі таза ауаға шыққанша тұншығып қалады. Бірақ дәл осы сәтте Осуа жуынатын бөлмеден шығып кетеді, ал командаластарының бірі саусағын шкафта қысып алады. Шкафтың есігі жабылып, Джунға киімін шешіп жатқандай кейіп танытады, ал Осуа оған тазалауға мейірімділікпен көмектеседі. Дәл осы сәтте Джун оның иығынан құшақтап қатты жақындады. Олар бір-бірінің көзіне қараған кезде ол сүрініп, оны өмірлік арқау ретінде ұстап алады, ал еріндері кездейсоқ кенеттен сүйіп кетеді. Осы уақытта шкафтың ішінде командалас түшкірмекші болады, ал екіншісі дыбысты өшіру үшін аузын жауып тастайды. Бірақ олар шкафтан Джун мен Осуаның дәл алдына түсіп, оны есеңгіретіп тастайды, және ол бұл адамдардың кім екенін айтуды талап етеді. Сондықтан олар Джун олардың дүкенінде жұмыс істейді деп өтірік айтады, және олар оған тосын сый жасағысы келді. Ол оған сенбейтіні анық. Соңғы нұсқа ретінде Джун біртүрлі аурудан есінен танып қалғандай кейіп танытады, ал оның командаласы шамадан тыс әрекет етеді. Қорқып кеткендей кейіп танытып, оны алып кетеді. Келесі күні емтихан нәтижелері шығады, ал маусым оның нәтижесін баяу тексереді. Ал оның командасы оның қоңырауын күтіп тұрғанда, ол шынымен де жақсы бағамен тапсырғанын, бүкіл мектептің үздік 10 требования кіріп, ақыры талаптарды орындағанын біледі. Мен кеңеске кіргім келеді. Тек кеңес басшысын оған күлімсіреп келіп, шөптен жасалған сусын беруге көндіру ғана қалды. Өзіңізді оны қорғайтын батыр ретінде елестетіңіз. Бірақ Лена одан ешқандай сыйлық алғысы келмейтінін салқын түрде айтады, және ол ренжіп кетіп қалады. Кеңестегі басқа қыздар оны сүйкімді деп санаса да, ол туралы жақсы сөздер айтса да, таң қалдырғаны маусым айы күтпеген жерден студенттер кеңесіне қабылданып, оны қуанышпен атап өтеді. Ал Осуа осы оқиғалардың барлығынан ұялып, ескі мектебін шақырады. Өзіңіз туралы ақпарат сұраңыз. Ол және оның бұрынғы құрбылары туралы. Бірақ бақытымызға орай, оның командасы өзін мұғалім ретінде көрсетіп, оған маусымның үлгілі оқушы болғанын айтады. Сонымен қатар, оның әпкесі, сонымен қатар кеңес мүшесі кездесулер кезінде оны танымайтындай кейіп танытуын сұрайды. Ал маусым оның тілектерін құрметтейді, және оны ең жақсы студент болуымен құттықтайды. Содан кейін Лена оларды бірге бақылап отырып, оларды кешкі асқа шақырады. Ал ол маусымды студенттік киімсіз көргенде эмоцияға бөленеді. Ол өте күшті және тартымды көрінеді деп ойлап, екеуінің кездесіп жүргенін тікелей сұрайды. Бұл екеуінің де көңілін қалдырады. Олар өтірік айтып, тек балалық шақтың досымын деп жатқанда. Бұл жауаппен Лена әпкесіне кетіп, шұлық сатып алуды бұйырып, оны азғыруға жол ашады. Бірақ ол кетер алдында Джун оны тоқтатып, көшбасшыға әпкесінің оған қызметші емес екенін айтып, оны қалуға мәжбүрлейді. Осыдан кейін Джун қарғы сатқан сағат сақталған бөлмеге жасырын кіріп келеді. Сол кезде есіктің астынан танысқаныма қуаныштымын, Джун деген хат шығады. Біреудің оның шынайы болмысын білетінін және оның командасы оны кімнің кім екенін анықтауға шақыратынын көрсетеді. Кінәлі менмін. Ол қауіпсіздік камераларындағы жазбаларды тексереді, бірақ олардың жойылғанын анықтайды. Содан кейін бұл адамның үнсіздігі үшін ақша алғысы келетін мектеп күзетшісі екені анықталды. Сондықтан олар айырбастау үшін төбеде кездесуге келісті. Бірақ маусым келгенде күзетші шатырдан құлап кеткендіктен
кенет қатты дыбыс естіледі. Сондықтан Джун оны итеріп жіберген адаммен бірден ұрысып қалады да қашып құтылады. Біз Қаскүнемнің мектеп директорының орынбасары екенін көреміз. Ол директормен бірге жұмыс істейді. Олардың ішіндегі зұлымдықты көрсетеді. Өйткені директор тіпті ермек үшін адамдарды атып тастайды. Көп ұзамай мектеп күзетшінің қайтыс болғаны туралы хабарды естіп, жан түршігерлік қауесеттер барлық жерде таралып, барлығының қалтырап кетуіне себеп болды. Бұл маусымның алаңдаушылығын тудырады. Аласуа оның бағалары төмендеп кетті деп алаңдайды, және ол енді оның ернінде көре алмайды. Өйткені бұл оның құпия арманы. Сондықтан ол оған шындықты айту үшін қысым жасайды. Өтірік айтудан жалыққан ол ақырында өзінің ұлттық барлау қызметінің жоғары білікті агенті екенін және есікті құлыптап, оған екі нұсқаны ұсынғанда қорқатынын айтады. Ештеңе айтпау және онымен ынтымақтасу. Елді құтқарыңыз, әйтпесе мемлекеттік құпияны жария еткеніңіз үшін 20 жылдан астам түрмеде отыруыңыз мүмкін. Және ол оны таңдайды деп жасырын түрде үміттенеді. Өйткені ол өзінің жеке басын ашқан сәтте оны сүйгісі келді. Бірақ командаласы оны азаматтық азаматқа қысым көрсеткені үшін сынап, кешірім сұрауға мәжбүр етеді. Осуа оған айқайлағаны үшін ашуланып ұрсады және ол шын жүректен кешірім сұрайды. Содан кейін оның агентінің жеке басын құпия ұстауын сұрайды. Бірақ ол оның орнына не алатынын сұрайды және мектеп оны қауіпті агентті әшкерелегені үшін мақтайтынын елестетеді. Бірақ шындық, оның жүрегінде оған деген сүйіспеншілік тым көп. Дәл оған. Сондықтан ол өз миссиясын аяқтағанша құпияны сақтауға уәде береді. Және ол сұрайтын жалғыз нәрсе оған көмектесу және оның командасына қосылу, бірақ ол мұның тым қауіпті екенін айтады. Ал оның қолына тигенде оның бүкіл денесі махаббатқа толады. Ол ашық қызылға айналады. Ал Джун өзін ауырып қалды деп ойлайды. Ал оның маңдайына қолын тигізгенде ол босап, ыңғайсыз түрде артқа шегініп, олар студент және мұғалім деп айқайлайды. Сіз біздің қарым-қатынасымызды тым қиындатып жатырсыз. Мектепте адамдар кездесіп жүр деген қауесетті таратып жатыр. Ал ол бұл дұрыс емес деп айқайлап жатыр. Бірақ оларды сендіру мүмкін емес. Сондықтан олар тыйым салынған ғашықтар сияқты жасырын түрде кездесу керек. Және ол оған мектеп туралы қорқынышты оқиғаны айтып береді. Екі оқушы бір-бірін жақсы көрді. Бірақ бір күні қыз жүкті болып, баланы асырап алудың орнына бала одан қатыгездікпен бас тартты. Оның жүрегін жаралағаны сонша, ол қайтыс болды. Содан бері олар бірге фортепианода ойнады. Енді ол өздігінен ойнайды. Ол фортепианоның директордың кабинетінде екенін есіне алады. Ал Джун қазына табу үшін сол жерге кіруі керек, бірақ ол кіре алмайды. Өйткені ол сабақтан қалғаны және 20 академиялық ұпай жоғалтқаны үшін мектеп кеңесінен қуылды. Ол оларды қайтаруы керек және ол және оның командасы берілуге дайын болған кезде Осуа жақсы жаңалық әкеледі. Мектеп промо модельдерді іздейді және таңдалғаны үшін 25 ұпай беріледі. Сондықтан ол Азуа оған әртүрлі позаларды үйретпейінше және одан да маңыздысы оған күлімсіреуді айтпайынша өзінің жастық сүйкімділігін көрсете алмай, шаршаған күлімсіреп фотографтардың алдында суретке түсе бастайды. Бұл кез келген жүректі, әсіресе оның жүрегін ерітеді. Сондықтан оның мұқият басшылығымен ол фотосессияда үлкен жетістікке жетіп, қыздарды наубайшының қолтығынан да қатты толқытып, оны одан сайын жігерлендірді. Ал Аджуа оны бақытты көргенді ұнатады. Оның айтуынша, ол өзін қорғаған балалық шақтағы сыныптасын есіне алады және оның өмірі бірте-бірте оның өмірімен, махаббат жібімен байланысты екенін және кенеттен жаңбыр жауа бастағанын түсінеді. Ол су астында керемет әдемі көрінеді. Мотоцикл оларға жақындағанда Джун оны қауіпсіз жерге сүйреп апарады. Олар жаңбыр астында бір-біріне қатты қарайды. Ол оның неге бұлай күлетінін сұрағанда, ол өзінің бұрын-соңды көрмеген ең әдемі әйел екенін түсініп, оны мектепте жұқпалы күлімсіреп билеуге мәжбүр етті. Оның жүрегі кеудесінен секіргенде қуаныш. Ал Джун оның қасынан өтіп бара жатып, оны көреді де, оны ұнатпайтындай кейіп танытып, бір сәтте жүзі өзгеріп кетеді. Бірақ ол еңкейіп, оны соншалықты бақытты көргенді ұнататынын сыбырлайды. Өйткені ол одан басқа нәрсе күткендіктен оны үнсіз қалдырады. Бірақ соңғы кездері ол оның жүрегін ең жақсы жолмен жаралайтын жақсы сөздерді ғана айтып жүр. Промо модельді іріктеу кезінде ол оған бар сүйіспеншілігімен дауыс береді және маусым айы ресми түрде таңдалғанға дейін барлығы қобалжыды. Бұл оның барлығына әсер ететін үстемдік көзқарасының арқасында және ол қуанышқа толы мерекені тойлайды. Бірақ содан кейін оның командасы қорқынышты шындықты ашады. Мектепте болып жатқан қылмыстар оның әкесі Талдың жоғалып кетуіне байланысты болып көрінеді. Ол Осуадан кейін ең жақсы көретін адам. Ол командаға қосылғысы келеді, бірақ Джун бас тартады. Өйткені оны жоғалту тірі өлуді білдіреді. Ақыры соңында ол оған ешқашан одан 5 метрден алыс кетпеу шартымен қосылады. Ал оның көзі үнемі оған қарап тұрады. Джун оған өзін қорғау үшін жекпе-жек өнерінің әдістерін үйретеді және ол оны қатты құшақтап, оны бірінші рет қызартады. Ал ол не болғанын сұрағанда, ол іздеуді жалғастыру үшін салқын душ қабылдауға сылтау ойлап табады. Оған еріп кетпей қара. Олар топ болып жұмыс істей береді және мектеп кешіне шақырылады. Ол костюм киіп, керемет әдемі болып, оқушыларды таңғалдырады. Олар кетіп бара жатқанда, ол оған әдемі алқа сыйлайды. Ол оның тынысын тарылтады және олар өздерін нағыз жұп сияқты сезінеді. Бірақ олар фортепианоны көру үшін директордың кабинетіне жасырын кіруге келгендерін есіне алады. Сондықтан олар шамдарды өшіріп, хаос кезінде қозғалады. Электр қуаты тым ерте қайта қосылып, резервтік көшірмесі болса да, олардың жоспарын бұзады. Командалас күзетшілердің назарын аударып, олардың кеңсеге жетуіне мүмкіндік береді. Бірақ күзетшілер оларды қоршап алады. Ал Джун Осуаны қорғау үшін олармен күреседі және одан да көп күзетшілер келе береді. Сондықтан ол да соққы береді және олар бірге кез келген нәрсеге қабілетті тамаша командаға айналады. Бір күзетші үйінді ұрмақ болды, бірақ Осуа оған ине салды. Бұл оны улап, өмірін сақтап қалады. Ол ешқашан ұмытпайды. Ақырында олар директордың кабинетіне кіріп, кілт шығады деп үміттеніп, қарғыс атқан фортепианода ойнай бастайды. Бірақ ештеңе болмайды. Содан кейін Джун ол туралы егжей-тегжейлі барлау мәліметтерін ашады. Бұл директордың оның тапсырмалары туралы бәрін білетінін дәлелдейді. Қайтар жолда ол өз командасымен сөйлесуден немесе ақпаратпен бөлісуден бас тартып, үндемей, ертерек кетуге шешім қабылдайды. Көлік келе жатқанда, ол барлау қызметінің барлық қызметкерлеріне сене бастайды. Осуа оның қандай да бір түрде алыс және оғаш екенін байқап, оның командасында тыңшы бар екенін, енді олар тек бір-біріне сене алатынын айтады. Содан кейін Осуа компьютерді ақтарып отырып, мектептің оқушылардың бағаларын бұрмалап жатқанын және емтихандардың алдын ала белгіленгенін біліп,
полицияға хабарлауға барады. Бірақ мектеп директоры оған жұмбақ сөздер айтып, оны қорқыту үшін басына мылтық таққан кейіп танытып, оған қарсы шығады. Бірақ Осуа оңай бас тартатын адам емес, сондықтан директор өзінің өлтіруші хатшысына оны өлтіруді бұйырады. Ал Джун оның Осуаны әрқашан қорғаймын деген уәдесін есіне алып, бәрін естиді. Олар қашуға бел буады, ал Джун мен Осуа оның аман есен екеніне көз жеткізу үшін бірге қашады. Тергеу барысында олар кездейсоқ бір-біріне сүйіспеншілікпен қарап тұрған видеоны тауып алады. Сондықтан атмосфера бірден өзгеріп, бөлмені қалың романтикалық шиеленіске толтырады. Бұл біртүрлі түрде тергеуді одан да қызықты етеді. Өйткені олардың өміріне деген сүйіспеншілігі олардан бірнеше сантиметр қашықтықта орналасқан. Алайда олар қайтып келгенде Джун пәтердің толығымен қирағанын және Асуаның еденде ес-түссіз жатқанын, зорлық-зомбылықтың айқын белгілері бар екенін біледі. Сондықтан ол оны ауруханаға апарады. Онда оған шұғыл ота жасалады. Ал дәрігер оның қанжармен өле жаздағанын айтады. Бұл оның өліміне әкеледі. Дәрігерлер оның тамыр соғысы тұрақтанғанын айтқанға дейін маусым айы қатты қиналды. Анасымен бірге ол өзінің сүйікті Осуасына барып, одан мықты болуын өтінеді және ол бірнеше күн бойы оның жанында болып, барлық сабақтарды өткізіп жібереді. Бұл олардың мектепте кездесіп жүргені туралы қауесет тудырады. Кейінірек ол шабуылдаушының оны өлтірмек болғанын түсіндіреді, өйткені ол мұғалімдердің көпшілігінің жалған баға бергені үшін кінәлі екенін анықтады. Бұл бүкіл мектептің жабылуына әкелуі мүмкін. Терең сыбайлас жемқорлықты дәлелдейді. Куәлік бере алатын жалғыз адам, ескі математика мұғалімі, өкінішке орай, мектеп директоры оны бірінші болып тапты. Олар оны өлтірмекші болған кезде Джун келіп, қатты тепкілеп, шабуылдаушылардың аузын жауып, мұғалімді құтқарады. Көп ұзамай жалған емтиханның дәлелдері бүкіл мектепке таралып, хаос тудырды. Ал ашуланған ата-аналар мұғалімдерді тоқтаусыз шақырады. Өйткені бұл әділетсіздік олардың көптеген балаларын ренжітті. Ал бұқаралық ақпарат құралдары полиция бөлімшесіне жеткізілген, жауап алынған және қорланған директорға қатты шабуыл жасайды. Бірақ ол тек маусымнан қалай кек алу керектігін ойлайды. Содан кейін ол Осуамен қайта қауышады және екеуі де бәріне қол жеткізгендерін мақтан тұтады. Тіпті өз өмірлерін қатерге тігеді. Бірақ директор күледі, өйткені оны ешкім тоқтата алмайтынын біледі. Бұл арада мектепте оқушылар мұңайып отыр. Сондықтан Осуа олардың көңіл күйін көтеріп, директор зұлым болса да, олар жақсы адамдар екенін және мектептің беделін қалпына келтіру үшін бірге жұмыс істей алатынын еске салады. Содан кейін кенеттен олар жаңа директордың келгенін хабарлайды. Бәрі тазалап, бәрін тамаша дайындап жатыр. Бірақ кім келсе де, ол түрмеден қандай да бір жолмен шығып, кек алуға дайын жемқор директор. Ол бірінші кезекте маусымның мектеп белгісін көпшілік алдында жұлып алып, өз белгісін талап етеді. Оны дереу мектептен шығарыңыз, ал оның достары қатты наразылық білдіреді. Себебі бұл әділетсіз, бірақ шешім түпкілікті. Сондықтан ол олармен бұрын соңды болмаған ең жақсы достар болғанын айтып, қоштасады. Осыдан кейін директор өте қатаң жаңа мінез-құлық ережелерін белгілейді және оқушылардың түскі астарын бағаларға қарай бақылай бастайды. Бұл төмен баға алған оқушыларды соңғы рет тамақтануға мәжбүр етеді. Ал оны орындамағандар жазаланады хиттермен. Содан кейін ол Осуа мен Джунның жалғыз тамақтанып жатқан суретін жариялап, оны студентпен қарым-қатынаста болды деп айыптайды. Ал Осуаға оның енді мұғалім емес екенін және оны қуып жіберетінін хабарлайды. Джун кенеттен пайда болған кезде ол батыр қожайынға ұқсайды. Ол директорға алға ұмтылып, шындықты ашуды бұйырады. Ол өзінің жеке куәлігін көрсетіп, оның 31 жаста екенін көрсетеді. Көп жылдар бойы студент емес екенін және олардың қарым-қатынасы қылмыс емес екенін дәлелдеп келеді. Оның достары шошып кетті. Олар бұған сене алмайды. Содан кейін ол өзінің сезімін ашық мойындап, Осуаның өмірінің әйелі екенін айтты. Осының арқасында қоғамдық пікір толығымен өзгереді. Енді олардың қарым-қатынасы әдемі романтика ретінде қабылданады. Мектеп директоры ашуланып, олар туралы жалған жанжалды жаңалықтар жасауға тырысады. Бірақ тіпті өз қызының да оның азғындығына қарсы екенін түсінеді. Джун түнде мектепке жасырын кіруді жоспарлап жатқанда, қазына негізін қалаушының мүсіннің астында жатыр деп айтылады. Сол кезде Осуаның анасы көшеге шығып, өзінің қуырылған тауық бандасының жетекшісі екенін көрсетіп, көмек сұрайды. Ол да директордың кесірінен ауырып қалды. Ол тек оқушылар үшін ғана емес, бүкіл қала тұрғындары үшін бірінші жау болып көрінеді. Сондықтан күзетшілер мектепті күзетіп жатқанда, Джун байқамай ішке кіріп, негізін қалаушының мүсінін ашып, жасырын үңгірлерге апаратын жасырын люкті тапты. Бірақ ол алтын құймалардың орнына бірнеше жыл бұрын атылған әкесінің қаңқасын тауып алады. Және ол оқты барлау қызметінің директоры пайдаланған оқ деп анықтайды. Оның барлық достары құрмет көрсететін жерлеу рәсімін өткізгеннен кейін Джун директордың кабинетіне барып, оған мылтық сілтеп, әкесін не үшін өлтіргенін түсіндіруді талап етеді. Әсіресе ол өте жақсы адам болған кезде. Құнды құпия агент және маусым айында демалыс басталады. Мен жатып жылаймын, бірақ өкінішке орай, алдымен барлау қызметі келіп, оны қаруын тастап, тұтқындауға мәжбүр етеді. Оны алып кетпес бұрын достары оған көмектеседі. Осуа күзетшіні өрт сөндіргішпен ұрып, босатады. Содан кейін ол және оның командасы әкесінің өлтірілгенін біледі. Өйткені ол директордың сыбайлас жемқорлықты әшкерелеуді жоспарлаған және оның ешқашан өзіне тиесілі емес алтын құймаларды ұрлау жоспарын жасаған. Содан кейін бір адам маусымға қоңырау шалып, оның алтын туралы ақпараты бар екенін айтты. Ал маусым келгенде ол адамның өлгенін білді. Кенеттен күтпеген жерден біреу маусымға шабуыл жасады. Джун оның басынан ұрды. Келесі күні ол қолында кісі өлтіретін қарумен, ер адамды өлтіру үшін қолданылған пышақпен оянады және оны орнату үшін жасалған тұзаққа түскенін түсінеді. Ол кісі өлтірді деп айыпталуда және бұл жаңалық барлық жерде таралып, мектепке және бүкіл әлемге жетеді. Ең сорақысы, директор маусымның алдағы 30 жыл түрмеде шіріп кететінін айтады. Ақыры олар оны түрмеге жібергенде, одан шығудың жолын табудан басқа амалы қалмайды. Сондықтан ол өзін күзетіп тұрған полицейлермен төбелесіп, шайқас қыза түседі. Соның салдарынан көлік жолдан шығып,
ауыр апатқа ұшырайды. Бірақ бақытымызға орай ол аман қалады және соңғы күшінен шығып, телефон қорабын байқап, Асуаға қоңырау шалып, одан көмек сұрайды. Ол дереу оның артынан жүгіреді, оны төсекке жатқызады және ол сауығып кеткенше жараларын емдейді. Кейінірек оның бүкіл экипажы оның тірі екенін тойлайды. Бірақ кенеттен олардың бәрі тұзаққа түседі, өйткені оларды құпия қызмет тобы қуып келеді және шығудың жалғыз жолы терезеден. Джун бірінші болып әйнекті сындырады да, сүйіктісін қатты құшақтап алған соң, онымен бірге терезеден секіреді. Олар матрацқа аман есен қонады. Содан кейін күзетшілерден қашқанша жүгіруді жалғастырады. Осыдан кейін Асуа мектепке қайта оралып, ресми түрде жұмыстан шығады. Заттарын жинап жатқанда, ол студенттерін тастап кеткені үшін қатты қайғырады. Олар бұл жаңалықты естігенде, ол өзінің ең жақсы мұғалімі және ең алдымен олардың досы екенін айтып, бірден оның жағына шығады. Және олардың наразылығына қарамастан, директор оларды елемейді. Сондықтан олардың барлығы оған қарсы бірігіп, оның мектептен кетуін талап етеді. Мәңгі. Осы кезде маусым айы келіп, олар директорды қызметінен кетіру үшін қол жинай бастайды және науқан үлкен табысқа жетуде. Бірақ кенеттен электр қуаты өшіп, үстіне бір түрлі сұйықтық түседі. Ол су емес, бензин. Содан кейін мектеп директоры қолына оттықпен кіріп, барлығын жан түршігерлік азаппен тірідей өртеп жіберемін деп қорқытты. Дәл осы сәтте Джун келіп, одан отты өшіруін өтініп, оған мылтық береді. Сондықтан ол ақылсыз ештеңе жасамайды. Бұл оны одан да күшті сезінеді. Ал оны тоқтата алатын жалғыз адам өз қызы. Ол тынышталуын және полицияға берілуін өтінеді. Мектеп директоры оның енді ешкімге керек емес екенін және оның қылмыстары ашылғанын түсініп, оттықты еденге лақтырып жібереді. Бірақ соңғы сәтте Джун оны ұстап алып, барлығын тірідей өртеніп кетуден құтқарды. Ал оқушылар полиция оқиға орнына келіп, директорды тұтқындаған кезде қуанышпен тойлайды. Бірақ кенеттен Джун өзін қорқынышты сезініп, есінен танып қалады. Келесі күні ол достарының қоршауында оянады. Олар оған стресстен есінен танып қалғанын айтады және ол олардың бар болғаны үшін қаншалықты бақытты екенін түсінеді. Кейінірек мектеп директоры кісі өлтіргені үшін сотталып, кінәлі деп танылып, түрмеге жіберіледі. Содан кейін Джун қайғылы түрде оқушылармен қоштасады. Себебі бұл оның мектептегі соңғы күні. Алғашында олар оның неге мұңайып бара жатқанына мән бермейтін сияқты. Бірақ ол сыртқа шыққанда, олар махаббат пен достық туралы хабарламалармен жабылған қағаз ошақтарды лақтыра бастайды. Оған басқа ешкім мән бермеген кезде көмектескені үшін және оларға көрсеткен сүйіспеншілігі үшін алғыс айтады. Джоан қатты әсерленіп кетіп қалады. Содан кейін ол шешуге келген жұмбақ та жауап алды. Джун жоғалған алтын құймаларды өз үйінен тауып алады. Өйткені әкесі оларды өлмес бұрын оған жасырып, соңғы сыйлық ретінде қалдырған. Ал Джун шошып, оны көктен бақылап тұрған сүйікті әкесіне алғысын білдіреді. Содан кейін Джун Асуамен кездесе бастайды және оның не қалайтынын түсінеді. Ол қазір бір ғана нәрсені қалайды, оны сүйіп, өмірінің соңына дейін оның жігіті болғысы келеді. Міне, бір күні кешке олар миссияның сәтті өткенін тойлау үшін достарымен кездескенде, ол оны обсерваторияның төбесіне апарып, жұлдыздарға қарап, әсіресе оның көздеріндегі олардың ортақ махаббатын нұрландыратын нұрға тамсанды. Кенет ол саусағына сақина тағып, оны таң қалдырады, ал ол оны алған кезде ақырын жымиды. Оған үйлен, сонда олар сүйіспеншілікпен сүйіседі. Өйткені махаббат шынайы болған кезде сөз қажет емес. Олардың жүректері, көздері мен еріндері қазірдің өзінде махаббат тілінде сөйлейді. Ең бастысы, біз маусымның жақсы құндылықтарды тарату және жаңа ұрпаққа осы әңгімеден үйренгендерінің бәрін үйрету үшін мұғалім болғанын көреміз. Достық, батылдық және бәрінен бұрын махаббат бұл өмірдің шырыны, жанның оты. Бұл біздің өміріміздің інжу маржаны. Міне, драма осымен аяқталады. Сондықтан видео ұнаса лайк басып, жазылуды ұмытпаңыз.